Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге тағы да Hero. Бүгін 11-ші тур алмазға ойынымызда ойнайтын боламыз. Сіздерге рахмет көптеп біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарияға жазып отқандарыңызға. Одан кейін сіздер ID-ларыңызды қалдырмай жатсыздар. ID-ларыңызды қалдырсаңыздар, ID-ларыңызға алмаз прокачка жасаймыз 2000 алмазға. Сол үшін ID қалдырып, әр видеоның астына комментария жазып қойыңыздар. Так, енді 11-ші турға келетін болсақ, так, криминал дейді. Бұл игрокты білмеймін. Так, криминал бір өтіп көріп қалды. Так, жіберіп тұрып атып, жұлып кетті. Так, мен кішкене өткізіп тастадым. Так, мен тек аттестат қойып жатырмын, қыз болу үшін. Ал көп жүгірген, түскен, секіргендерді түсірудің маңызы жоқ ау деп ойлаймын. Қысқадан нұсқа ғой. Так, оппана, басына кетті әдемі. Так, тағы да басқа біреулерді ауыстырып көріп отыратын боламыз. Сіздер де турнирге қатысқыларыңыз келсе, каналымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Коко дейді. Так, Расул. Кім? Авторитет дейді. Авторитет зор жерге шығып отыр. Так, авторитет атып отыр, пулеметтен М60-пен атып отыр, бірақ бетоннан өтпейді. Енді кетті. Бірақ ағаштың артына тығылып алды. Так, авторитет оны ату үшін. Так, мына қыз Иса авторитеттің артына түсейін деді. Крисовать етіп тұрып шықты Иса. Так, біліп тұр, осы башинаның жоғары жағында екен, маяктың. Так, Иса артынан барып, жаймен барып, крисовать етіп, басынан періп жіберсе, жаман келеді. Так, сақ, опа, Кронос бар, әдемі қорғанда, бірақ бекер секіріп шықты, кішкене апсесі өлді де кетті. Исаның жоспарлаған планы орын алды. Так, қазақпын дейді. Қазақпын, так, Иса тағы бір көріп қалып періп отыр. Опа, стена қойып алды. Так, скайлер жіберді. Так, скайлер жарды. Так, стена молодец, жақсы қорғанып кетті. Так, Иса бәрібір қоймады, ат тастады. Так, менде кішкене свет лагать қуып жатыр. Ауа бұлт боп, жауын болған соң. Жоқ, маған звондап жатыр. Так, Расул дейді. Расулды білмеймін. Йомкао деген кім? Юмико дегенді білмеймін. Жаңадан ойнап отыр. Жаңадан көп жігіттер қосылып ойнап жатыр. Қыздар, ұлдар. Так, каналға тіркелейік. Оппана, Юмиконың басынан Расул періп жерді. Аржақтан тығылып көріп тұрған екен. Так, спикте зона азай-базай 5 адам қалды. Так, біз 48 адам түскен болатын. 480, по-моему, 450 подписчик болғанына орай болып жатыр бұл негізі турниріміз. Ендігісі 480 немесе 500 подписчиктер. 500 подписчикке жеткізсек, біз жабылып жүр. Опана, мына вектормен сойып тұрып, өте аз қазақтың. Так, опа, қазақтың өзі атака жасап, өзі жетіп қалды. Так, оның арқасында біреу атып кетті. Так, мынау кім? Так, опана, стенаны ора, зонадасын. Так, аяма. Аптечки жеп жатыр, өкінішке орай зонада емес. Кене метрлі жетпей қалды. Ай, алып тастады. Зонада жерде, анауды атты. Двойной доза болып кетті. Так, Иса тынбай ойнап жатыр. Так, опана, Исаны біреу атып отыр. Стенка қойды Иса, қорғану керек. Так, 3 адам қалды. Так, Хамза, Иса, Расул үшеу қалды. Так, Расул рашқа кетті, жоқ, артқа қайтты, қорқып жатыр, себебі біледі ол да. 3 алмазға қарай 280 алмаз оңай емес. Біреуден бір алмаз сұрасаң да бермейді қазір. Алдан лутбокстардан шығатын еді андай. Не деген подаркілерден. Қазір оның Гарена алып тастады, жадын ыстық қалды Гарена. Так, оппана, басына көздей жатыр. Так, Хамза. Так, Хамза 43, 2 ақ оқтайды. Өкінішке орай Хамзаның жағдайы мәз емес, себебі төменде зонаның сыртында. Так, Расул апешкені жеп алған екен. Так, Расулды оппана, Иса жаман зажимайт етті. Пайдаланып кетті Расулдың арқасына. Расул 2 адам ортасына қысылып қалды. Так, Хамза менен Расул ете, оппана, шөп келіпті Хамза. Неменен? Вуконгпенен. Так, Хамза
Сайлама. Так, Хамзаның бір оғы да тимей жатыр. Хамза да стенка жоқ екен. Өте апасы стенкаға кіріп алу керек еді Хамза бұндай жағдай. Дробаш болған екен. Так, ястребпен атты. Хамзаның қыпсы өліп барадыр. Хамзаның басынан кетті, өлді. Так, жеңімпазымыз жаңа игрок. 11-ші турнирді Иса болды. Иса 280 алмаздан құтты болсын бауырым. 280 алмаз.